Ассалаумағалейкум қазақ елі. Шұғыл, сұмдық. Қостанайдағы өрттің шын себебі ашылды. Біздің сөзіміз жоқ. Ужас. Ресей өзінің бомбасын Ту-95 самолетімен байқамай Украинаға емес, Қазақстандағы Қостанайға жіберіп қойды деген ақпарат шықты. Қандай масқара. Украин спецслужбасы Каспий теңізінің үстінен Ту-95 ұшағы Херсон қаласын атқылау үшін көтеріліп, арақ ішкен ұшқыштың кесірінен қанатты ракета Қостанай облысына түскенін 1 сағат бұрын хабарлады. Бұл ақпаратты бәрі білсін, видеоға лайк қойыңыз. Енді дәлелге қараңыз. Что, лево можешь уйти? Лево, вправо? Куда? Никуда не уйду я. Что там за... Вот на повороте Казанбасы, короче, и уходит на Казанбасы. Туда. Ветер идет на нас. Ужасный огонь. Этот выгорел нахуй все уже, пеньки тоже. Стоим, пока хрен его знает. До сих пор снимаешь? Да. Горит полностью Аманкарагайские леса. Вовки с Оксанкой. Вот он, ебать. Паша. Я имею в виду. Ужас, как страшно. Блядь, какое огромное пламя. Это пиздец просто. Вся дорога. Да. Посмотреть, блядь, а то там пиздец, они, блядь. Оксанка еще пить. Или на кафешке говорит. Что-то горит, сейчас посмотрим. Все. Вон там вот кончается. Вот. Снимаешь? Да. Только ремонт доделал. Как они это допустили? Вон где. Вон куда огонь пошел. Какому газу, блядь? По обе стороны. Вон. Вот тут лес. Там же люди живут. Как же там не спасти все? Ну ладно, поехали, посмотрим туда Оксанкин дом. Они там тоже выехали. А где он находится? Ёб твою мать. Нету. Смотри, опоры горят, ёб. Ага. Опоры сгорели. Что это цвета? Это весовщица, помнишь, Тюрина? Ага. Блядь, смотри, вот эти глаза.
там конкретно горит? Вот. Охренеть, ёб твою мать. А что за Вовка Максимка? Ну вот, Наташкина сестра с мужем, блядь. Девочки и мальчики. Как они это допустили? Все, он к нам идет, огонь, к нам, вот рядом. Ужасно. Жуткое зрелище. Убили камень, что прокурор езды получит. Нет. Газовая заправка, смотри, целая. Вот тут. Смотри, это же кафе вот это было. Да. Разбивается, это все, блядь. Так, здесь, наверное, развернуться нам надо или что? Сейчас, вот мы почти доехали. Чисто, аккуратно. Урод. Чей это? И вот уже Аманкарагай поселок горит. Сейчас взрыв был на нефтебазе, ничего сделать не мог. Дома горят. Аманкарагай. Здесь на камеру кажется, что светло, а на улице темно. Блядь, Блядь, чуть один дом сгорел, слышь? Видные люди. Смотри, а все здесь. Смотри. Пескоблок спальный был. Смотри, все сгорело. Вон и Вовкин дом, походу, бля, вон. Қостанай облысында өрт ауылдарды шарпып, тұрғындар эвакуацияланды. Қостанай облысы Әулиекөл ауданында орманнан шыққан өрт ауылдарға жетіп, Аманқарағай ауылы мен Озерный кентін өрт шарпыды. Бұл елді мекендерде үйлер өртенгені және адамдар эвакуацияланғаны хабарланды. Төтенше жағдай министрлігі мұнай базасы орналасқан Аманқарағай ауылына өрт сөндірушілер жіберілгенін мәлімдеді. Өрт салдарынан Қостанай, Әулиекөл, Нұр-Сұлтан трассасы жабылған. Бұған қоса Калинино және Лесный ауылдарының да тұрғындарын басқа жаққа эвакуациялау басталған. Төтенше жағдай министрлігінің 3 қыркүйек кешкі 6-дағы мәліметі бойынша орман өрті 3000 гектар жерді шарпыған. Министрлік өрт сөндіруге 36 градус ыстықпен жел кері әсерін тигізіп жатқанын айтады. Ведомство 2 тікұшақ өрт сөндіру үшін 36 тонна су шашқанын хабарлап, өрт сөндіруге 3 өрт сөндіретін пойыз, 32 техника және 235 адам жұмылдырылғанын мәлімдеді. Өрт сөндіру аймағына төтенше жағдай министрі Юрий Ильин ұшып кеткен. Ақорданың баспасөз хатшысы Руслан Желдібай президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанайға сапарында өрт сөндіру бойынша құрылған жедел штабтың жұмысымен танысатынын айтты. Қостанай облысында 2 қыркүйекте Қазанбасы ауылынан 20 шақырым жерде орманда өрт шығып, жайыла бастаған. Қазгидрометтің болжамынша, Қостанай облысында алдағы күндері 38 градусқа дейінгі ыстық сақталмақ.